сізге бір айтар дүниесі бар секілді, әлде білмеймін, әлде енді біз ол кісіден сұрамастан бұрын өзім айтамын деп сөз сұрай ма, білмей тұрмыз. Бірақ ол жан, енді құрметті көрермен, жалпы бізде бір ақпарат бар. Және де бұл ақпарат жайлы біз енді түсініңкіремей қалдық, таңданып қалған жайымыз бар, сенгіміз де келмеді тіпті. Қатысушылар, өз айтарларыңыз бар ма? Мүмкін мен өзім бір осындай біздің жобаның шартына қарсы келетін дүние жасап едім, осы секілді деген сияқты айтатын жандар болса, мархабат. Барлығыңыз бастарыңызды шайқап жатсыздар, үнсіз қалып жатсыздар. Осы кезде андай жаман бір түрлі боласың, Алла делей болып ішіңше. Мен ба, мен емес па деп уайымдап тұрған шығарсыздар. Ешкім ештеңе айтпай ма сонда? Онда біз айтайық. Қарсы емессіздер ғой. Айтпастан бұрын ол қатысушыны ортаға шақырып алайын. Аида, келіңіз. Қалыңыз қалай, Аида? Жақсы, сіздеріңіз? Бәр жақсы. Бүгіндікке енді жақ ашпадыңыз, пікір білдірмедіңіз. Жаңа да сізге сұрақ қойылғанда қаламағансып, содан кейін бір әзер микрофон алдыңыз, түсіне алмадық. Көңіл күйі жоқ екен деп ойлап отырдым басынан бастап. Бірақ жаңа сұраған кезде мүмкін өзі айтып қалар, өзі айтатын шығар деген ойым болды. Бірақ үндемедіңіз. Не айтасыз? Айтарыңыз болса, біз сізді тыңдап алайық бірінші. Мүмкін ішіңіз біліп сезде отырған шығар ол ақпарат жайлы. Не болды, Аида?